Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге жылдың кез келген мезгілінде базардан және дүкен сөрелерінен табылатын, цитрустан дайындалатын, ағзамызға өте пайдалы, дәруменге бай ерекше дәмді тосаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Күз қыс айларында денеміз соқтаған кезде, сонымен бірге көктем айларында иммунитет көтеретін осындай күнтістес тосапты жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнатып жатсаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанына басып тіркеле кетіңіздер. Тосабымызды дайындау үшін цитрустардан 3 түйір лимон, 3 түйір апельсин алдым. Жақсылап жуып алғаннан кейін 5 минут қайнап тұрған суға салып аламыз. Содан кейін барып бөлшектеп ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Видеоның басында айтып кеткенде ерекше тосап деп, ерекшелігі тосабымызға қантпен бірге табиғи бал қосамыз, имбир қосамыз, сонымен бірге куркума қосамыз. Мінекей осылардан ерекше тосабымызды дайындаймыз. Имбиріміздің сыртындағы қабығын тазалап, бөлшектерге бөліп, лимон мен апельсинмен бірге қосып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Лимон мен апельсиндерімізді ет тартқыштан өткізуге ыңғайлап кесіп алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді ыдысымызға қантымызды салып, үстіне су құйып, отқа қойып, сироп қайнатып аламыз. Дайын болған сиропымызды цитрусымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып, орта отта 15 минут қайнатып аламыз. Тосабымызды 15 минут орта отта қайнатып алдық. Оттан алғаннан кейін 10 минуттай қойып қоямыз. Сәл-пәл суығаннан кейін балымызды құйып араластырып, үстіне куркумамызды салып араластырып, дайындап қойған банкілерге құйып аламыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Осындай ерекше дәмді тосапты сіздер де жасап алыңыздар. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.